Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Бүгін мен сендерге English Plus Students Book оқулығының 75-ші беттеріндегі тапсырмаларды түсіндіріп беремін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен сабағымызды бастаймыз. Exercise number 1. Look at the questionnaire and read the report. What are Mehmet's answers to questions 1-10 in the questionnaire? Learning languages. Яғни бұл жерде астында диалогты оқып, мына жерде 10 сұрақ берілген, соны Мехметтің атынан жауап береміз. Бірінші, where do you go to school? Сен қай мектепте оқисың дейді. I go to school in Antalya, Turkey дейді. Яғни мен Түркия еліндегі Анталиядағы мектепте оқимын дейді. What is your native language? Сенің ана тілің? My native language is Turkish. Менің ана тілім түрік тілі. Үшінші сұрақ. Do you speak or understand any other languages? Сен басқа тілдерде сөйлей аласың ба, немесе түсінесің ба дейді. I speak some German and English. Мен азғана неміс және ағылшын тілінде сөйлей аламын дейді. Төртінші. How many hours a week do you study English at school and at home дейді. Сен ағылшынша үйренуді аптасына қанша сағат мектепте және үйде айналысасың дейді. I study 3 hours at school and 2 hours at home. Мен 3 сағат мектепте және 2 сағат үйде үйренемін дейді. Бесінші сұрақ. When you study, which 3 of these things do you like most? Listening, reading, speaking, writing, learning, vocabulary, pronunciation, grammar, homework, watching DVDs, action. Яғни, сен үйренген кезде қай әдісті ұнатасың дейді. Listening, тыңдау, reading, оқу, speaking, сөйлеу, writing, жазу, learning, vocabulary, жаңа сөздерді үйрену, pronunciation, дұрыс айту, грамматика, homework, үй жұмысы, watching, DVD көру, action, іс-әрекетпен көрсету. Яғни, I like listening, learning vocabulary and watching DVDs. Маған тыңдаған және жаңа сөздер жаттаған және DVD көрген ұнайды дейді. Which things don't you like? Қандай әдіс ұнамайды дейді. I don't like speaking and acting. Яғни маған сөйлеген және іс-әрекетпен көрсеткен ұнамайды дейді. How often do you watch TV programs or DVDs in English at home? Ағылшынша программаларды DVD-ден және теледидардан көресің ба дейді. I sometimes watch DVDs in English. Мен кейде ағылшынша DVD-ден көремін дейді. Сегізінші сұрақ. How often do you listen to English music? Сен ағылшынша музыка тыңдайсың ба дейді. I never listen to English music. Мен мүлдем тыңдамаймын дейді. Тоғызыншы. Do you think that your English is not very good? Okay, quite good, very good. Сен ағылшыншаңды қалай деп ойлайсың дейді. Онша емес, окей, орташа, жақсы, өте жақсы дейді. I think my English okay дейді. Мен орташа деп ойлаймын дейді. 10-шы сұрақ. What do you want to improve дейді. I want to improve my speaking, pronunciation and writing. Яғни сенен жақсартқым келеді дейді. Мен сөйлегенді, дұрыс айтқанды және жазуымды жақсартқым келеді дейді. Exercise number 2. Study the key phrases and rewrite them with your information. Change the words in green if necessary. Яғни, мынау кілттік фразаларды үйрен дейді. Және жасылмен жазылған сөздердің орнына өзіміздің сөздерді қоямыз. Яғни, her native language is Turkish.
Оның ана тілі түрік дейді. Оның орнына қазақ деп қоямыз. He, she does 2 hours of homework. Ол 2 сағат үй жұмысын істейді дейді. Яғни мен 3 сағат істеймін. 3 hours деп қойдым. He, she thinks that her English is okay. She thinks that her English is good. Яғни оның ағылшыншасы жақсы. She wants to improve her listening and speaking. Listening and speaking деп қойдым. Ол өзінің тыңдалымын және сөйлеуін жақсартқысы келеді. Exercise number 3. Complete the rules. Then find examples in the text and in the questionnaire. Яғни бұл жерде текст берілген, ол жерлерге сөздерді қойып толықтырып жазамыз. As capital letters at the beginning of a sentence with names, countries, nationals and languages. Үлкен әріппен сөйлемнің басында және аттарды, сондай-ақ елдің, халықтың атына жазғанда және тілдің атын жазғанда үлкен әріппен бастаймыз. Use commas in, pauses and for lists. Яғни үтірді қай кезде қоямыз? Пауза жасағанда және тізімдерді жазғанда. Use a full stop at the end of a sentence. Нүктені сөйлемнің соңында қоямыз. Use a question mark at the end of a question. Сұраулы белгіні қай кезде қоямыз, иә? Сөйлемнің соңында сұрақ қойғанда. Exercise number 4. Activate. Follow the steps in the writing quiet. Бұл жерде A, B, C, D бөліп берген, яғни жоспары. Содан қарап, бағанағы бірінші жаттығудағы текстке қарап, өзіміз текст құраймыз, яғни. Task. A. Task. Write a language report about a person in your class дейді. Яғни ол қай тілде жазатын, қай тілде мектепте оқитын жазамыз. Think and plan дейді. Ойлан және план, жоспарла дейді. Think of your answer to the questionnaire in exercise 1. Prepare to answer the questions дейді. Яғни бірінші жаттығудағы тексттерді алып, содан құраймыз. See, write дейді, жаз дейді. Paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3 деп бөлінген, яғни жоспармен және қалай бастайтынымызды жазып берген. D. Check spelling and punctuation. Яғни төртіншісі тексер дейді, жаз және тексер дейді. Бірінші. Dina studies at school in Shymkent, Kazakhstan. Her native language is Kazakh, but she also speaks some English and Russian. Dina Шымкентте мектепте оқиды, Қазақстанда, яғни. Оның ана тілі қазақ. Ол сондай-ақ ағылшынша және орысша сөйлей алады. At school, Dina studies 3 hours of English and she does 2 hours of speaking. 2 hours of homework. She likes listening, speaking, but she doesn't like writing. She sometimes watches videos in English. Яғни ол мектепте 3 сағат ағылшыншамен айналысады және үйде 2 сағат айналысады. Ол тыңдағанды және сөйлегенді жақсы көреді, бірақ жазғанды ұнатпайды дейді. Ол кей кездері ағылшынша видеолар көреді дейді. She thinks her English is good, but she wants to improve her speaking and writing. Ол өзінің ағылшыншасын жақсы деп ойлайды, бірақ сонда да өзінің сөйлеу және жазуын жақсартқысы келеді дейді. Осылай көшіріп жазып аламыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Хош, сау болыңыздар.